негізгі термині шығады.
Алыстағы нәрселердің кескінін үлкейту үшін қолданатын құрал. Жас соны кел. Кел. Әсия жас. Бұл кез-кезен. Қатар дауыстан шығар. Мына жерден бастап жасын. Ой, бұл шығып сол. Бүкіл атлетіңді. Қайда қалма. Сен бастаймын бұлай. Мынау неге қақпап тұр істемеймін. Бірінші лупа. Лупа дейді. Екінші. Неге жазбай тұр бұл? Жаңа дейін жазбай бұл. Екінші сұрақ. Қарандаш қосылмаған екен ғой. Сөйлемісі. Қарандаш қосып тұр. Жоқ, бәрі кетіп қалады. Қызым емес. Жаңа жазған неге қысық қалған. Екінші сұрақ. Қалай лупа болды. Істемей тұр. Қатып тұр. Екінші сұрақ. Кішкентай нәрселердің кескінін көрсету құрал. Микроскоп. Үшінші нәрсенің шын кескінін уже айтып қойдым. Шын немесе жалған немесін қалай қалады. Көз бұршағы нашар жұмыс істегенде адамдарға көмектесетін құрал. Көзілдірік ең соңғысы айна. Жаңа істеп тұрған нәрсені ортасынан қандай сөз шықты? Линза. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы линза, линзалар, линзаның оптикалық күші, жұқа линзаның формуласы, сарапның мақсаты, жұқа линзаның формуласын пайдаланып есепке шығару, линзаның сызықтық ұлғаюы, формуласының сандық және графикті есептерді шығару үшін қолдану. Енді мынандай сұрақ болады. Сендер линзаның қандай сипаттамаларын білесің? Линза дегеніміздің өзіне линза дегеніміз балалар. Линза дегеніміз біріншіден ол қандай дене? Мөлдір дене. Иә. Сосын тағы да айтуымызға болады. Не үшін қолданылады линзалар? Ал көзілдірікте қолданылады. Сосын лупада қолданылады. Телескоптарда негізі қандай аспаптар деп айтамыз оны біз? Бәрін осы лупа, микроскоп, телескоптарды қандай аспаптар? Оптикалық аспаптар деп айтамыз. Артық сіз жалғастыра беріңіз. Жаңа, мені. Сөйлеміне жетіп басып жүрмесе, ары қарай жалғастырып, қазір осы неге байланысты. Видеоны неден қосаш қойып видео қосып жүрміз. Жазған нәрсе. Жалпы бірінші бізде мәлімет алайық. Линза арқылы өтетін параллель жарық сәулелері оның бетінің әрбір нүктесінде сызығына сәйкес сынады. Бұл жарық сәулелердің линзаның бас фокусы деп аталатын бір нүктеге жиналуына жеткізеді. Егер де жарық шоғын линзаның екінші жағына арқылы жіберетін болса, сол картина қайталанады. Әрбір линзаның екі бас фокусы бар. Олар бас оптикалық осьте линзаны шектейтін беттердің қисық центрлерін қосатын түзуде жатады. Линзаның оптикалық центрінде оптикалық осьтегі линзаны шектейтін беттер мен қиманың кесіндінің центрін айтамыз. Бас фокус пен линзаның оптикалық центрінің арасындағы қашықтық линзаның фокус аралығы деп аталады. Линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін жарық сәулелері өз бағытын өзгертпейді. Жарық сәулелерінің энергиясын демонстрациялау үшін линза фокусына қарызатты орналастыру керек, өйткені ол жарықты оңай жұтады. Осы нүктеде шоғырланған энергия затты тұтандырып, тесік пайда болады. Линза туралы. Енді Жалпы мінекей.
параллельскен сөйле линзадан сырғаннан кейін линзадан бас фокусты қиылысады. Неге сіздерге жаңа информация берді. Бізде екінші түрі шашыратқыш линза. Бұл бас оптикалық көзге параллельскен сөйлерді шашыратқыш линзамен алуға болады. Бұл туралы информация сіздерге берілді. Жалпы неге жұқа линзаның формуласы дәптерлеріңізге сызып алсаңыздар болады. Формуласы формуланы жазып алыңдар балалар. Жаңа шашыратқыш жинағыш линза деді ғой, екеуінің бір-бірінің айырмашылығы. Суреттен-ақ көруге болады балалар. Біреуінің ортасы жұқа болады да шеті қалың. А біреуінің ортасы қалың да шеті жұқа болады. Содан олар біреуін жинағыш, біреуін шашыратқыш деп ажыратады. Сосын көзілікке де байланысты сіздерге уже айтылды ғой. Қай жағдайда шашыратқыш, қай жағдайда жинағыш линза киілетін. Формуланы жазып алыңыздар. Бәрі түсінікті түрде жазылған. D дегеніміз не, F дегеніміз не, үлкен F дегеніміз не. Оны естеріне сақтауға болады, бәрін жазбайды. Тек қана формуланы жазып алсаңыздар, бүгінгі біздің сабағымызда жұмыс жасайтын есептер шығарғанда қолданылатын формула. D дегеніміз не, кішкентай F дегеніміз не, и үлкен F дегеніміз бен кішкентай F-тің екеуінің бір-бірінің айырмашылығы. Жаңағы видеода жақсы айтып өтті. Формула жазылсаңыздар. Келесі бізде оптикалық күш, линзаның оптикалық күші туралы тағы бір ең баянына назар аударайық. Сонда алыңдар, оптикалық күш дегеніміз. Екі линза сәулелерінің жинақталуын туғызады. Соған қарамастан, өте қысқа фокустық қашықтықтың өзі оларды қақтырасындырады. Сондықтан біз оның үлкен оптикалық күшке ие екенін айтамыз. Линзаның оптикалық күші оның фокустық қашықтығына кері шама. Фокустық қашықтық қысқа болған сайын, линзаның оптикалық күші көбірек болады. Оптикалық күштің бірлігі метр шамасына кері болады. Ол диоптрия деп аталады. Мысалы, фокустық қашықтығы 0,2 метр линза 5 диоптрияға тек оптикалық күшке ие. Егер екі жұқа линзаны жарық сәулесінің жолында бір-біріне жақын орналастырса, олардың оптикалық күштері бір-бірін толықтырады. Бұл толық фокустық қашықтық азаятынын білдіреді. 0 диоптрия және 1 диоптрия оптикалық күші бар екі линза біріксе, 1,5 диоптрияға тек оптикалық күші бар жүйе пайда болады. Сондықтан бұл жүйенің фокустық қашықтығы 3-2 метрге тең. Формуланы жазып алыңдар. D тең болады 1 бөлінген D дегеніміз линзаның оптикалық күші. Ол күшінің бірлігі диоптрия. Қазір практикалық жұмыстар сіздер шығарыңыз. Жазып алыңдар. Тапсырманы беруге шария. Жазып алыңдар ма? Бар. Линзаның оптикалық күші фокустық қашықтығына кері шама. Формуласы жазылған сіздерге өлшем бірлігі диоптрия деп айтылды. Осы формуланы жазып алыңыздар. Қазір сіздерге осы туралы топқа тапсырмалар беріледі. Әр топқа бір тапсырмадан. Тапсырманы орындағаннан кейін каждый тапсырманы әр топ өздері шығып тақтаға жазатын болады. Жалпы топтық тапсырмаға 5 минут алып береді. Анда сендер топтарыңдікі, мынау сендер топтарыңдікі. Сендер басын жазып екінші топ деп. Сіздер ақтар болғанша жақындасаңыздар болады. Екінші топсына бірге, иә? Төртінші топ сен бе? Төртінші топтар ма? Сендер төртінші топсына, не? Төртінші топты жазып қойыңдар, бірінші топ. Сіздерге топтар Аттарын жазып қойыңдар, топтардың бар екенін, топтардың жауып жетіп. аттарыңды жазасыздар, сосын бірінші топтың несі? Аттарын жазыңдар. аттары болар алғарды жазыңыздар. Иә. Жоқ, арасында бәрі үлкен топта, бір топта алты бала екен, төртеу орындап жатса, арасында қосымша. Бірге жұмыс істейміз. Кімде тапсырма? Төртеу болса, төртеу болса да,
кетті. Уақыт кетті, бұған қанша уақыт береміз? Біресі шығарасың, Сіздерде 4 тапсырма 7 минут жете ме? 10 минут жете ме? 10 минут ал орындаңдар. Мадияр, қосыл, бірге орындаңдар. Берілген жас бұл 4 есеп бөліп көріп алмаса, не біріншісін сен екінші. 4 есеп берді ма стопқа. Дәптеріңді ашып, мына орындап жатқан кезде жай тұрмай орындаймыз, тапсырма. Телефонды қой, дәптерді ашып, қайда дәптеріміз? Берілген жас, қарамай, бөліп алып есепті орындаңдар. Д дегеніміз не? Мана көрсетілді ол. Не соған жатыр? Орны құрылып, бірге жұмыс жасаңдар. Дәптер орындап жатсыңдар ма? Орындаймыз. Отырмаймыз, бәріміз бос. Бірге бірлесіп бөліп орындаймыз. Мысалы, екеуін бір есепті бөліп алсаңдар, тез орындалады. Иә, көзалдарына елестер. Ау. Шемелі. Суретін сал. Ау. Черновик, суретін салып, мысалы, линза дегеніміз міне мына қашықтықта черновикке елестет. Иә. Солай істемесе, отырады. Иә, дұрыс Раненканы дұрыс салады суретті. Жаңа көрсетті ғой видеода. Оқы есеп, қай жерден қашықтық ауылы суретін салып. Данияр дұрыс салады суретін. Қане, берген жазғаннан дұрыс шығарып жатқан есебі. Мына суретін салып, шемелі орындай беруге орында осы. Сен орындама, салдар қайда? Отырмаймыз. Қане. Аха. Орындаймыз. Даналарда бір есеп бар уже. Көргенім. Нұрыстан сенде бар ма? Фокус аралығы. Линзадан нәрсеге дейінгі. Кішкентайы. Табу керек дұрын. Мана сурет қайда? Ана қасына сурет болды ғой. Жақсы көрсетілген ол, қайда кеткен ол сурет? Ауыстырып жеп жатыр ма? Міне, ана осыны ғой, осы керек, міне. Балалар, Д дегеніміз қай жер міне? Көрініп тұр ғой, F дегеніміз қай жер міне? Д дегеніміз, F дегеніміз. Соны білсеген болды. Есептің белгілеуі. Д дегеніміз қай жерде, F дегеніміз қай жерде?
Сол арқылы сендер уже мына формуланы сосын түрлендіресіңдер. Түрлендіргенде қалай еді? Мысалы, үлкен екті табу үшін. Даны кішкентай екі көбейтеміз, а бөлігінде д плюс f деп шығарамыз. Солай ма? Мысалы, фокусты қашықтықтан болу үшін біз д көбейтеміз. F и f плюс д. Оны түрлендірген. Берген жазды мен оны Наурызбек Санжар есебін. Нұрайым бар ма есеп? Бар ма бірінші есеп? Бар ма? Тоқсан? Екіншісі бар ма? Үшіншісі? Инчи тақтаға тас шығарамыз. Сендер, значит, бірінші болып отыр, е? Төрт есептің өтінде жақсы жарайсыңдар. Мына екінші топта неше есеп бар? Нана неше есеп бар? Сурет бар, е? Суретін салыңыз. Сендер неше есеп бар? Төртте бар ма? Төрт есепте бар. Қазір тақтаған біреуін шығып жазасыңдар. Сендерден. Жақсы. Сендер неше есеп бар? Үшеу бар, е? Болған. Тақтаға тоқтан тоқтасына орындағы қол деген сөз. Отырамыз, Наурызбек еді. Жазғанда дәптерге. Мадя. Оны отырса жазыңыз. Үш есеп бар деді жазыңға. Мына топта бар ұш. Мына топта сол есеп шығарсаны сенде де бәрі бар. Қазір сосын тақтаға жазамыз. 2 минут уақытарыңыз қалды. Қане, жинақтап отырамыз. Алмас үшін жинақтап отырамыз. Работаларыстағы көп. Жай отырмаймыз. Әлшен десеңдер, мына есеп телефон жинаймыз. Телефон берген болмас. Дәптеріңді жазыңдар. Суреттері тамаша әдемі сызып атсыңдар сендер. Сызық шығар нелеріңді. Шоқтарды, жарық шоқтарды. Тақтаға балы кім жазады шыққан есепті тақтаға әдемі. Мына топтан дана шығады, ортаңғы топтан ана топтан сендерден шығады Каусар. Екі топтан шықсын, бір топ не? Екі жақ. Дана. Сен мына тақтаға ел, Каусар мына тақтаға. Кел, жазады. Кері одан жазады. Келесізден жазбаға. Кімде дәптерге жазылған жоқ, тақтадан жазып аламыз. Кімде дәптерге жоқ есеп? Мен дәптер жазып. Мадя. Далее көріп тұр жазады. Берілгені шешуі деп тақтадан жаза қойды. Осылай негізінде, да? Әдем, сурет әдем жазған. Әдем сызғасы. Мына жаққа кеткендігі. Сонда кескін алуға тек, кескін алуға. Шашыратқыш линзадан өткен шоқта. Тазамыз есеп жазып алыңдар енді. Өйткені топтен істегенде бір жерде орындап тұр. Тақтадан енді көшіріп алуды есептерді көшіріп алуды.
бізде Мадияр мен Дания. Өшет кісі ғой. Жазағы есепті. Жазамыз. Бар ма есеп? Сендер топтарынан кім шықты? Мадияр шықты. Сендер топтарынан. Сосын тапсырма болғандағанда балғаласа манағы бірінші тапсырмада жауап бергендерім бізде Ерназ, Ерғанат екі рет шықты, Айдана шықты, Нұрислам. Нұрисламда шықты ма? Нұрислам шықты, бір рет Әсия сен шыққан болсын, мана жауап берген Әсия шықты. Өздеріне бір балық қойып қоясың. Каждый тапсырманың несі тұр ғой, сондайға қоясыңдар. Анау неміз сөздің бәрін қатып қалды ғой. Әпеден біз тек тұрған, ответің бәрін құрып қалыңдар сендер. Техникалық ақау дейді. Молодец. Тапсырманың бәрі орындалды, иә? Есепті қачан дәптерде болсын, мына есепті жазалды. Студенттердің әлемі қазір сызып ананың түсіндірулерге болады. Міне біз есептің шарты бойынша мына есепті жаздық. Бізде оптикалық күш берілген. Мында оптикалық күштің формуласын жазып. Мына ма жазғаны? Кішкентай ғана экономда өздері осылай жазады. Бізде оптикалық күш берілген. Оптикалық күш фокустық қашықтыққа кері шама дедік қой. Кім бірден формуланы жазғанда бөліп сантиметрмен шығарасында ма? 166 ол дегеніміз 6,67 саны деді. Жақсы. Сантиметрмен. Мұнда бізде F берілген, B берілген, метрге айналған. Жұқа линзаның формасы сурет тұру керек, бәрін осыны түсіндіріп. Есепті шығарулары дұрыс. Мынаны жазып қоймады, мына жаңағы каусардан алған жазу балдар. Данияның кішкентай ғана жері жазып дейсек, көріне ме? Өздерің брайльді дәптер қарасында каждый орнымен лишний жазу жоқ. Жазулары сондай аккуратный. Бүкіл жазу бар. Жол бойы. Тексерген кезде сондай приятно орысша айтқанда. Интересно. Келесі бізде мынаны бересің, құрметті оқушылар, қараңыздар, бізде мұндай линзалар. Бұл линзалардың негізі қандай линза екенін, жинағыш немесе шашыратқыш екенін, және осының оптикалық күштерін анықтау болады. Әр топ өздері шығарасыздар, есебін оптикалық күшін анықтайсыздар, сосын сол туралы білесіздер. Бірінші линза шашыратқыш бар, жинағыш бар, соны анықтайсыздар. Және оның оптикалық күшін табасыздар. Оларда құралдар қандай линза екенін анықтайсыздар, сосын барып оптикалық күшін анықтайды. Фокустық қашықтығы берілген екен. Таңбасына қарайсыздар, сосын бір ғана отырған бізде фокустық қашықтық, соны пайдаланып, міне диоптрияны табасың, оптикалық күшін табасың, аңғара линзаны. Балалар қолдарындағы қандай
қандай жүз? Яғни плюс болса ол қандай линза? Сол таңбасына қарай біз ажыратып тұр, иә? Аха. Енді есеп шығарамын да оптикалық күш. Оптикалық күштің өлшем бірлігі қалай? Жазылуы өз ұзақ өлшем бірлігі физикада кездесетін. Бізде физикада көбіне екі әріпте не болмаса бір әріптен тұратын өлшем бірлік болса, бұл оптикалық күштің өзгешелігі өлшем бірлігі ұзақ. Доплаттар деп жазасыз. Доплаттар диоптрия. Доплаттар өлшем бірлігі диоптрия. Енді әрі оқу туралы информация беруіңізде қандай болса сіздерде? Тұрып қайтамын. Тұрыңдар. Фокустық қашықтығы осындай. Қандай құрал бірінші айтамын? Қалай айталады? Линза. Оптикалық күші қанша болады? 0,1 жақсы, бұл қандай линза болды сіздерде? Жинағыш па, жинағыш па? Жинағыш. Қалай анықтады жинағыш екен? Формасынан және фокустық қашықтықтың таңбасы неге тең болып тұр? плюс 100 болып тұр, сондықтан бұл келесі. Бұл бізде шашақтыш линза, оны қағанықтарды тексеріңіздер. Бұның линзасы ойыз және фокус аралығы теріс таңбамен жақсы. Оптикалық күші қанша болды? оптикалық күші. Анықтамыз. Жақсы, аяқ сатсаңыз. Бір бөлінген қанша? 100 сантиметрге неше метр? Соған -5 сантиметр. жоқ, бір бөлінген 100-ге бөлесіндегі қанша болды? 0,0. Соны есептеңдер. Тағы қайсысын айтасыз? Бірақ бұл тез. Келесі. Мына топта кім айтады? Айтады. Көрсетейін ма? Нұрали. Қандай? Нұрали береді информация. Нұрали айтады. Тұр. Қаттыра. Тұр. Тұрып ет. Жинағыш линза. Оптикалық күшін анықтадық. Оптикалық күш неше екен? Бірді нешеге бөлдік? Келесі соңғы бізде линза қалды. Кімге ол? Айтып отыр. Екінші топ айтты, үшінші топ айтты, бірінші топ айтты. Сендер ғана. Последний, төртінші топ. Тез. Менің информация. Нарықбек, неге сөйлемейміз? Мадияр айта бермек қане? Қандай линза келді сенде? Көрдің бе?
Бала бәріміз білесіз жұмыс жасауымызды берген екен. Геометрия айтсақ та. Шашыратқыш линзаға қалай анықтаймыз? Шашыратқыш линза деп тұрсыз ғой сіз, иә? Шашыратқыш екенін қалай анықтаймыз? Формасынан. Фокусты қашықтығы қандай? Нешеге тең? Минусқа тең. Жақсы. Әуелі формасына қарағанда мен көріп отырсыздар оның сыртында фокустық қашықтығы төбесінде көрсетіліп жазылған. Біреулерінде минус 100 см, біреулерінде плюс 100 см. Сол арқылы мысалы сіздер айқарда біліңдер жинағыш шашыратқыш екенін. Енді балалар арай. Мына суретті бірге тұрып келіңдерші. Міне екеуі әр жерге келіп тұрып. Мына суретті жинайсыңдар. Мына жерге келіп тез. Бірге бірлесіп жинады. Андағы осы топқа береміз, осы топқа береміз, мына сол топқа береміз. Алтауында соңғы. Жинайсыздар, сосын не қандай құрал екенін бір минутта тез. Сосын сол аппараттура, сол құрылғы туралы түсініктеме бересіздер. Қазір айтасыздар, сіздерде фотоаппарат шықты дұрыс, сендерде қазір осы фотоаппарат туралы дін қандай? Енді осы қазір сол туралы наурызбек айтады. Не үшін қолданады, негізгі бөлігі не? Бәрін шығарамыз. Қазір ағай сен айтасың. Қазір полностью түсініп қайдамыз дауыстап. Бастай берсін бәй. Мына топ бастаймыз деп айтады. Қайтып бастайды. Бірінші қайтып бастайды. Ерназ бастай. Айтам. Сені тыңдаймыз. Тыныш. Телефон қоямыз. Молекула, бактериялар туралы оның линзасы кішкентай заттарды кетеді, ол плюсо, минус Олма, жақсы рахмет. Келесі. Айтамын, енді дауыстап айтамыз. Жақсы. Негізгі бөлігінде не қолданады? Негізгі бөлігіне линза. Бүгінгі сабағымызға қатысы бар ма? Құралдың? Жақсы. Келесі. Сендерде айтамын. Фотоаппарат. Негізгі бөлігі неден тұрады? Негізгі элементі неге біз сіздерге бүгін біреуіңе кино, біреуіңе немен етеді? Микроскоп, біреуіңе сендерде не түсті? Фотоаппарат. Не себепші? Басқа бір немен алмаймыз, мысалы. Негізгі ең элементі линза болғандықтан, бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты болғандықтан біз соны қарастырдық. Сендерде соңғы наурызбек бәріміз де сөйлеуіміз керек, сабаққа қатысуымыз керек. Өйткені тақпала жазып отырсыңдар. Сабақта бәріне қатысатын балалар ғой отырды. Сендердің құралдары? Мысалы, жақындағы қандай құрал немесе алыс көзілдірік, мысалы жақындағы немесе алыстағы заттарды көруге көмектеседі. Оның негізгі бөлігі ол линза. Яғни көзімізде ақау болған жағдайда біз не істейміз көзімізге? Көзілдірік киеміз. Ең басты ерекшелігі сода. Оны тек кимейміз. Көзіміздің ақау болған жағдайда біз алыстан жақыннан көргіштік қабілет болған жағдайда ғана біз көзілдірікті киеді екенбіз. Жақсы балалар. Енді келесі біз неге көшеміз?
жауап бере қойыңдар. Ақша санап отырмын. Көріңіз келеді. Жоқ, не? Бірінші сұрақтың жауабы қандай? Бұл сұраққа байланысты не деді? Ау, Сендер тұрады жауап беріңіз, ясынан отырады. не деді бұл қанады? Линзадан сосын айналған. Бірінші сұрақ солай қысқа. Екінші сұрақ. Сенде бар ғой бір басқаша бірдеме пайда болған кезде, как будто ойланасың да қалса біліп отырсыңдар. Келесі. негізгі бөлігі линза болды. Аха, жақсы. Келесі. Линза Линза дегеніміз екі жағынан сфералық конусты жазып, және сфералық сызығы биіктігі шектерден бөлдіреді. Жақсы, молодец. Линза неше түрі бар? Неше түрі бар? Жинағыш Жинағыш шашады. Шыға қарай. Тез-тез. Жинағыш пен шашатқыштың айырмашылығы неде?